Сабаққа қосымша мәлімет жинаудың оңтайлы цифрлық жолдары. Google, Яндекс сияқты іздеу жүйелерінен ең қажет ақпаратты қалай жылдам табуға болады. Алдымен құрылымды дұрыс құрудан бастаңыз. Мысалы, 2022 жылы қаңтардан бастап мұғалім жалақысы қалай көтеріледі деген сұрақтың жауабын интернеттен тапқыңыз келді. Іздеу жүйесіне сұрақты дәл осылай түгел жаза салсаңыз, жауапты айналдырып әкелуі мүмкін. Дұрысы кілт сөздерді үтірі арқылы жазу. Іздеу жүйесі ұсынған нұсқаның бірін таңдаңыз. Егер сізге керегі табылмаса, іздеу батырмасын басыңыз. Қажет ақпаратты тез табуға қатысты осыған ұқсас бірнеше лайфхакты бөлісейік. Мысалы, іздеу жүйесіне жасанды интеллект сөзін жаздыңыз. Сізге өте көп нұсқа ұсынылады. Осының ішінен нақты біреуін алып тастағыңыз келді. Мысалы, YouTube видеоларын көрсетпеуін қаладыңыз. Ол үшін жасанды интеллект деп жазып, дефис YouTube деп көрсету керек. Сонда іздеу жүйесі YouTube'дегі видеолардан басқа нәтижелерді шығарады. Егер қандай да бір цитатаны тапқыңыз келсе, оны жай ғана тырнақшаға алыңыз. Мысалы, тырнақша ішінде ғылым таппай мақтанба. Құжатты табу да оңай. Іздеген сөздің соңына майым PDF деп жазыңыз. Мысалы, педагог мәртебесі майым PDF. Іздеу нәтижесінде қандай да бір сөз міндетті түрде болуын қаласаңыз, плюс таңбасын қойыңыз. Мысалы, репетитор плюс Алматы. Бір іздегенде бірнеше плюс таңбасын қоюға болады.